Тегін тексеру, жылжымалы флюорографиядан құр қалмаңыз. Халық педагогикасы арқылы тәрбиелеу. Ақбота бөбекжайында қалалық семинар практикум өтті. Санительный жұмыстарға бармаңыздар. Не істеп жүргендеріңізді, қандай жұмысқа шақырған кезде не істеу керек, қандай жұмыс екенін біліп, көз жеткізіп барып, тек кіріскендеріңіз жөн. Жастар ресурстық орталығында заң және тәртіп қағидасы бойынша есірткі қылмысымен күресудің заманауи әдістері негізінде дөңгелек үстел өтті. Оған қаламыздың еріктілері мен полиция қызметкерлері қатысты. Полиция лейтенанты Арман Багзин есірткінің түрлері, оның адамға қалай әсер ететіні, физикалық және психикалық күйге қандай зиян келтіретіні туралы ақпарат берді. Бүгін біз есірткі қылмысына қарсы күрестің заманауи әдістері туралы тақырыпта дөңгелек үстел жүргіздік. Бұл дөңгелек үстеліміздің мақсаты жасөспірімдерге есірткінің әсері және онымен күрес тақырыбында айту. Ақбота бөбекжайында қалалық семинар практикум өтті. Шара мектепке дейінгі тәрбиеде ұлтжандылық пен халқымыздың мәдени, тарихи дәстүрлері арқылы бала бойына жалпы адамдық, мәдени және адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіру мақсатында ұйымдастырылды. Семинар барысында педагогтар балалардың дамуына арналған инновациялық тәсілдер, шығармашылық жұмыстар мен ойын арқылы оқу процесін жақсарту жолдарын көрсетті. Біздің бүгінгі семинар практикумызда 5 топта ұйымдастырылған оқу әрекетін береміз. Ол ғажайып математика, ертегілер елінде, шығармашылық, ойын баланы өсіреді. Осы тақырыпта ұйымдастырылған оқу әрекеттерін жүргізіп жатырмыз. Және де біз мынау қазіргі президентіміз ұлттық мәдениетке, ұлттық дінге ден қойып, бір тұтас тәрбиені алған болатын. Сол бір тұтас тәрбие арқылы ата-аналармен де жұмыстарымыз бар. Ата-аналармен жұмыстарымыз біздің әкелер мектебі. Семинар барысында ою өрнек сыр шертеді атты балақайлардың шығармашылық дағдылары көрсетілді. Онда балалар әжесіне киіз үйді құруға көмектесті. Шара барысында балалар математикалық фигуралар мен сандарды шатаспай айтып, ұсақ қол моторикасын пайдалана отырып жұмыс жасады. Балбөбек ортаңғы тобының балалары Шопан атаның ауылына саяхат жасады. Онда тәрбиеші 4 түлік малдың пайдасы, олардың өмірдегі орны туралы әңгімелеп, балаларға ойындар мен шығармашылық жұмыстары арқылы таныстырды. Дене шынықтыру залында балақайлардың жылдамдығы тез ойлау қабілеттері сыналды. Ал шұғыла ересек тобы болса, ертегілер әлемінен көрініс көрсетіп, қонақтарды өнерлерімен тәнті етті. Суды алып, бәйқалып тұрған ағашқа келеді. Ақбота бөбекжайында ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған түрлі ойындар қарастырылған. Логопед, психолог мамандары әрқайсысымен тығыз байланыста жұмыстар атқарады. Айдана Несіпбай, Әлбек Садуақасов, Өркен медиа. Қаламызда учаске жедел алдын алу шарасы жалғасуда. Бұл жолы қауіпсіз қоғам бағдарламасы аясында жүргізілді. Оған Аманат партиясының және Жастар рухы жастар қанаты да қатысты. Шара азаматтармен тығыз сенімді қарым-қатынас орнату және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылды. Балқаштықтарға есірткі, сонымен қатар алаяқтықтың алдын алу жолдары түсіндірілді. Қазір бізде Балқаш қаласында Аманат партиясының депутаттарымен бірігіп, Балқаш қаласының полиция қызметкерлерімен және де қоғамдық белсенділермен қауіпсіз қоғам деген ОПМ жүргізіп жатыр. Бұл ОПМның басты мақсаты бұл жасөспірімдер арасындағы қызметтің алдын алу және де қазіргі өте дамып жатқан бұл интернет алаяқтылық тек қана қалада емес, барша республика бойынша интернет алаяқтылық дамып жатыр. Осы интернет алаяқтылықтың алдын алу басты мақсатымыз осы бүгінгі ОПМның. Бүгін жұмысшылар кентінің тұрғындары флюорографиялық тексеруден өтті. 15 жастан асқан әрбір адам жылына 1 рет флюорографиядан өтуі керек. Рентгенологиялық зерттеу кезінде сәулелену уақыты миллисекундтан секундқа дейін созылуы мүмкін және мүмкіндігінше қысқа болуы керек. Флюорография көмегімен дәрігер ішкі органдар туралы түсінік алады және болып жатқан өзгерістерді біліп бағалай алады. Уақытылы флюорографиялық тексеру кеуде органдары ауруларының асқынған түрлерінің пайда болуына жол бермейді дейді мамандар. 24 наурыз дүниежүзілік туберкулезге қарсы күні аясында қаламызда флюорография өту апталығы өтіп жатыр. Флюорография туберкулезбен күресудің алдын алу болып табылады. Жұмысшылар кентінің тұрғындары жалпылама флюорография өтіп жатыр.
12 наурызда басталған жылжымалы флюорография жұмысы әлі де жалғаспақ. Алдағы аптада Қоңырат ықшам ауданы мен Шилауыз кентінің тұрғындары скринингтік тексерістен өте алады. Жылжымалы флюорографияға экранда көрсетілген уақытта баруға болады. 15 наурыз қайырымдылық күні. Қайырымдылық тек материалдық көмек көрсетуде ғана емес, рухани қолдау, көңілі жүдеу адамды жылы сөзбен жігерлендіруде маңызды. Бұл игі дәстүр қоғамда жанашырлық, мұқтажға көмек беру және жақсылық жасауға деген ұмтылысты арттырады. Мерекеге орай біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында номер 10 мектеп-интернатында Наурыз көктем атты мерекелік концерт өтті. Оны Михаил Русаков атындағы мектеп-интернатының ұжымы ұйымдастырды. Мерекелік концерт барысында оқушылары ән шырқап, мың бұрала би биледі. Шабыт жобасы аясында балалар өз өнерлерін көрсетіп, осы интернаттың оқушыларына жақсы көңіл сыйлағысы келді. Сондықтан қайырымдылық күніне байланысты оқушылар келіп концерт қойып жатыр. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деген ата-бабаларымыз. Шара соңында Михаил Русаков атындағы мектеп-интернатының ұжымы номер 10 мектеп-интернатының балаларына 2 дәмді әрі пайдалы жемістерге толы қоржын сыйлады. Қаламызда Наурызнаманың 10 күндігі аясында түрлі шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі номер 24 мектеп-интернатында өтті. Мұнда ұлттық дәстүрлерді дәріптеу мақсатында сәбиді бесікке салу көрінісі қойылды. Оқушылар мен мұғалімдер сәбиді бесікке салу рәсімінің мәні мен маңызын түсіндіріп, оның қазақ халқының тәрбиелік мәдени құндылықтармен тығыз байланысты екенін көрсетті. Шара барысында тұсаукесер рәсімі де көрсетілді. Сәбидің өміріндегі маңызды сәт алғашқы қадамдарын жасауын қызықты әрі әсерлі түрде көрсетті. Бұл көрініс арқылы қазақтың дәстүрлі тәрбиесін, отбасы құндылықтарын және әрбір балақай үшін маңызды кезеңдерді ұғындырды. Салт дәстүрге байланысты іс-шаралар өтті. Бүгінгі бізде өтілген іс-шарамыз бесікке салу мен тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл іс-шараны біз әр сыныптар бойынша бөлініп берілген болатын. Әрі қарай да осы іс-шара бойынша біз жұмысымызды жалғастырамыз. Павлодар қаласында сұмдық жағдай орын алды. Ер адам бұрынғы әйелін көлікпен әдейі қағып кеткен. Ал Алматы көшелерінде робот ит серуендеп жүр. Қазақстандық көлік жүргізушілеріне қандай заң бұзушылықтар үшін жаңа айыппұл салынбақ? Толығырақ Дайджес айдарында. 41 жастағы әйел бұрынғы күйеуі көлігімен қағып кеткеннен кейін бір аяғынан айырылды. Оқиға болған күні ер адам оған қоңырау шалып, жұмысқа апарып тастауды ұсынған. Әйелі Виолетта бас тартқанымен ол бәрібір көндірген. Жолда тағы да ұрыс басталған. Мәреге жеткенде ер адам оны көліктен шығармай қойған. Әйел адам әрең дегенде көліктен шығып павильонға қарай жүгірген, бірақ ішке кіріп үлгермеген. Куәгерлердің айтуынша ер адам көлігімен оны павильонға қысып қалған. Ол құлап түскен. Оқиға орнында адамдар жедел жәрдем шақырған. Ол ауыр жарақат алып, бірнеше күрделі операцияны басынан өткерді. Бір аяғын кесіп тастауға тура келген. Қазір ол ауруханада және оған қымбат ем, оңалту, сондай-ақ протез қажет. Келіншек 14 және 2 жастағы 2 қыз тәрбиелеп отыр. Туыстары мен достары Виолеттаға көмектесу үшін қаражат жинауда. 2025 жылдың 13 наурызынан бастап Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қоғамдық және жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған түзетулер күшіне енді. Енді көлік жүріп бара жатқанда оның кабинасынан шығып немесе есігін ашқан жағдайда 10 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Оның үстіне жауапкершілік жолаушыға да, жүргізушіге де бірдей әсер етеді. Көліктің жолдың қарсы жолағына шығып, жол көлік оқиғасына әкеп соққаны үшін жауапкершілік енгізілді. Енді жүргізуші 9 айға көлік жүргізу құқығынан айырылады. Сонымен қатар темір жол өткелдерін кесіп өту ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік 10 айлықтық есептік көрсеткіштен 20 айлықтық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Жалған қоңырау шалғаны үшін айыппұл 30-дан 60 айлықтық есептік көрсеткішке дейін өсті. Ал кәмелетке толмағандар жасаған жағдайда ескерту алынып тасталынып, заңды өкілдерге салынатын айыппұл 30 айлықтық есептік көрсеткішке дейін көтерілді.
14 наурызда Қазақстанның цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Алматыда серуендеп жүрген инновациялық робот итті көрсетті. Ведомство роботтың қазақ тіліндегі дауыстық басқаруымен жабдықталғанын және экономиканың нақты секторында жұмыс істеуге кең мүмкіндіктері бар екенін атап өтті. Жоба мемлекет басшысына 2024 жылғы желтоқсанда өткен болашақты жасанды интеллектпен құру білім экономикасына қарай демо күнінде сәтті көрсетілді. Робот ит Алматы хаб брендімен жұмыс істейтін Алматы филиалында жасалған. Біреудің ЭЦХ кілтін пайдаланғандарға 200 мың мен 600 мың теңге аралығында айыппұл салынады. 2025 жылғы 13 наурыздан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 640 бабының жаңа 6 тармағы күшіне енді. Оған сәйкес басқа тұлғаның ЭЦХ жабық кілтін пайдалануға тыйым салынған. Күшіне енетін әкімшілік кодекске енгізілген өзгерістерге сәйкес бір тұлғаның жабық электронды кілтін пайдалануға әкімшілік жаза қарастырылған. Яғни жаңа заң нормаларына сәйкес мұндай заң бұзушылыққа барған адамдарға айыппұл салынады. Айыппұл көлемі мынадай: жеке тұлғаларға 50 айлықтық есептік көрсеткіш, ақшаға шаққанда 196.600 теңге, шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 1100 айлықтық есептік көрсеткіш, 393.200 теңге, ал орта кәсіпкерлік субъектілері үшін 150 айлықтық есептік көрсеткіш, яғни 589.800 теңге болмақ.